микробтардан қалай құтылу керектігі жайлы айтамыз. Ең алдымен балалар біздер қолымыздағы микробтардың қалай пайда болатынын қарайық. Қанекей, мына суға микробтардың қалай пайда болатынын салып көрсетейік. Қанекей, мынаны ала қойыңдар. Ағанет ал. Ясина ал, және мынаған салыңдар. Екеуіңді сала қойыңдар. Саламыз. Ішіне сал. Қолыңмен бас ал, үстінен бас. Мінекей балалар, біз қолымызда нелерді көріп тұрмыз? Микробтарды көріп тұрмыз, е? Жаңа біздер қолымыздағы микробтың пайда болғанын көрдік қой, е? Соған зерттеу жасадық. Енді сол қолымыздағы микробты сабынмен өшіреміз. Әнекей, сабынды ала қойыңдар, және өшіріңдер. Өшіре қойыңдар. Тез-тез өшіреміз, е? Қатты-қатты істейміз. Сабынмен өшіреміз дейді. Осылай өшіреміз, е? Тез-тез. Қане енді қолдарыңа ұстаңдар. Ұстай қойыңдар қолдарыңа. Біз нені өшірдік? Микробтарды сабынмен өшірдік, е? Не пайда болды? Микробтар пайда болды, е? Енді біз судың бетіндегі микробтарды сабынмен кетіреміз, е? Ұстай қойыңдар. Мынаған батырыңдар еді. Сабынға батырыңдар кетеді. Тағы да батырыңдар, көп батырыңдар. Енді бұрыштың бетіне тақандар қолдарындағы. Тақандар. Не істеді? Не істеді? Бұрыштар, микробтар кетті, е? Микробтар сабыннан қашып кетті, е? Кеп жібердік, е? Болды.